Қайырлы күн оқырман. Бүгін бізде заң мен тәртіп тақырыбы аясында қазіргі қоғамдағы актуалды тақырыптардың бірі дроппер деген кім тақырыбында әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Атырау облысының экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкері Бекзат Қанатбекұлы. Бекзат мырза, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік, рахмет. Сізге сұрақтарымызды бастай берейік. Жалпы дроппер деген кім? Жалпы айтқанда дропперлер дегеніміз 18 мен 25 жас аралығында студенттер, зейнеткерлер, сонымен қатар Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғалары, жалпы айтқанда жұмыссыз адамдар. Соңғы уақытта бұл термин неге жиі айтылып жүр? Бұл термин бізге шетелден келген, латын тілінен аударғанда жаңа қыңыр есек деген аудармасы бар. Яғни бұл алаяқтардың көмекшілері болып табылады. Алаяқтар жастарды қалай тартады, немесе қандай да бір тәсілдермен? Көбінесе бұл рекламаларда болады. Және студенттер жаз айында, каникул айында жұмыс іздеп бастайды ғой. Сол кезде өздеріңізге мәлім приложениялар бар жұмыс іздеуге. Сонда жұмыс іздеу барысында сол сайттарға кіру арқылы қандай да бір толықтай ақпарат толтырылмай, жұмыстың күніге табатын ақша қаражатын және өздеріне ыңғайлы режимдерін белгілеу арқылы тартып жатады. Осы жағдайда жеңіл ақша табу деген сөзі несімен қауіпті? Қазіргі заманда жеңіл ақша табу деген сол сөздің өзі бір подозрительно естілетін болар. Дегенмен ондайда бір тәсілдер қазіргі заманда жоқ. Көбінесе алданатын азаматтар және өзінің социальный слойға байланысты ақшаға қиналған азаматтар көбінесе ақша қаражатына қиналғандықтан сол бір нелерге барып жатады, әрекеттерге барып жатады. Біреудің атына карта ашып беру қаншалықты заңды? Жалпы тек қана карта ашу емес, біреуге танысыз адамға өзінің жеке деректерін беру заңсыз. Әр адам өзінің жеке деректеріне ұқыпты қараған жөн болады. Сондай-ақ жеке сәйкестіру нөмірін бермеу керек. Сондай-ақ карталардың 16 цифрлық таңбаларын, артындағы өзінің цифрлары бар, соларды бермеген дұрыс. Мысалға 50 мың 100 мың теңге үшін өз аккаунтын беруге дайын адамдар үшін қандай да бір заңдар қарастырылған ба? Неге олар өз аккаунттарын ақшаға сатуға әуес? Жаңа айтып кеткендей, 50 мың 100 мың бұл жерде соманың көбеюіне байланысты адамның өзінің бір тарту тәсілдері алаяқтардың. Бұл тартуға көбінесе студенттер алданып жатады. Өйткені айтып кеткендей, жазғы мезгілде немесе жұмыс сабақтан тыс уақытында қосымша ақша табу мақсатында жасалатын әрекеттер деп ойлаймын. Дроп болған адам нақты қандай да бір жауапкершілікке тартыла ма? Дроптар дегеніміз жауапкершілік көзделген қылмыстық кодекстің 28 бабы сыбайлас қатысушы ретінде танылады. Жауапкершілігі жасалған іс-әрекетіне байланысты. Бұл мәселені болдырмау үшін жастар не нәрсені білу керек деп ойлайсыз? Бұл мәселеден алшақ болу үшін жалпы қаржылық сауаттылық бағытында көп қазіргі бәріне мәлім кітаптар бар, сондай-ақ интернет желісінде подкасттар бар, және бір арнайылап оқу орталықтары бар. Келіп немесе білмеген жағдайда біздің департаментке, өңірлік департаментке келіп, құқықтық сабақтар, дәрістер алуға болады. Болашақта бұл мәселені тоқтату үшін қоғам не істеу керек? Қоғам жалпы заманға сай өзінің тұлғалар қаржылық сауаттылығын арттыру керек деп ойлаймыз. Өзіміздің тарапымыздан, яғни Атырау облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментімен қазіргі уақытта әрдайым мемлекеттік мекемелерде, жоғары орта оқу орындарында өзіміздің профилактика шараларын жүргіземіз. Профилактика шарамызға мекемелерге барып, дәріс сабақтарын өткізу, дропперлер дегеніміз кім, және күмәнді ұйымдарға ақша салмауды айтамыз, және олардың анықтау жолдарын түсіндіреміз. Жалпы Қазақстан бойынша Атырау облысы статистика бойынша нешінші орында тұр?
жалпы Қазақстан Республикасы бойынша Атырау облысы экономикалық қылмыстарды алдын алу, оны тергеп тексеру бағытында үздік бестікте. Так, қорытынды жауап сізден болсын. Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігінің өңірлік Атырау облысы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаменті өңірдің халқын жалпы алаяқтардың құрбаны болмауға шақырамыз. Қандай да бір құқықтық көмек қажет болған жағдайда Атырау қаласы, Абай көшесі, сегізінші ғимаратта келіп өзіңізге құқықтық жаңа консультация тарапынан алсаңыздар болады. Немесе 35-42-10 сенім телефонымен өзіміздің агенттіктің 1458 телефоны арқылы құқықтық көмек алсаңыздар болады.